Сәлем достар, бүгін сіздерге қазақша манты деп айта салайын. Өзіміздің қалай манты жасайтынымызды көрсеткім келіп отыр. Бізде бүгін 3 адамға арналған манты жасаймын. Күйеуім, атам және мен. Қамырды осылай су, тұзға осылай илеп аламын. Үлкендеу етіп. И жаңағыдай осылай көбірек илеймін, қаттылау қылып илеймін. И сосын тынтып қоямыз. Сол уақытта мен начинканы дайындап бастаймын. 3 картошка, 8 пияз және де 500 грамм фарш салдым. Ары қарай осылай кішкене приправа салған ұнайды маған, және қара бұрыш салып жақсылап араластырамыз. Маған қасықпен араластырған ұнамайды, қолмен от души араластырамын осылай. Сосын біраз уақытқа тұзын сіңіп тұру үшін қойып қоямын. Ал мен дайын болған қамырымды жаямын. Мен қамырды күшті жаямын деп айта алмаймын, бірақ барынша жайып жатырмын. Бұл жерде қамырдың жан жақтары менде қалың болып қалады. Сол себепті екінші кішкентай оқтауды қолданамын. Бұл екінші оқтау менде барлық қамырымның тегіс шығуы үшін, яғни бір тегіс қалыңдықта болуына көмектеседі. Қамырды мен осылай кесемін. Мантының қамырын осылай етіп кесіп шығамын. Сол кезде барлығы бірдей болады. Және барлығын қайтадан қойып бір-бірінің үстіне қайтадан кесіп шығамыз, дұрыстап пішініне келтіріп. Және Баянат жарайды. Молодец. Бұл жерде мен 2 қызым бар. 2 қызым осылай жағаласады маған, бірақ үйреніп те қалдық. Енді маған начинкасын көбірек салған ұнайды. Молынан салып жеген ұнайды. Мен қамырымның, то есть мантым аз болғанымен, ішіндегі начинкасы тойымды болып, аз ғана мантының өзіне тойуға болады. Осылай кесте салып шығамын. Және өзім түйіп, әдемілеп. Мен де әдемі түйем деп айта алмаймын, бірақ барынша жылдам етіп түйемін. Бізде ауызашар уақыты, яғни қазір ораза айы ғой, Рамазан айы. Күйеуімнің аузы берік, ауыз бекіткен, ниет еткен, сол себепті асығып тез жасап жатырмын. Бұл жерде қазір менде кешкі сағат 6, бізде 6:40-та ауыз ашатын уақыт. Сол себепті асығып жасап жатырмын. Осылай барлығын тез түйіп аламын. Сұлу болып көрінбегенмен дәмі деген күшті менің мантымның, күйеуімнің айту бойынша. Сонымен осылай тез түйіп, енді алдын ала майланған, яғни май жағылған лист дейміз ғой. Бізде манты қасқан дейді негізі. Соған салып, тез жайғастырып шығамын. Сонымен мантымыз дайын.